Сәлем достар, сіздермен бірге белгісіз әлем арнасы. Өзінің терең тарихы мен бай мәдениеті мен теледидарымызды жаулап алған сериалдарымен бізге танымал Түркия мемлекеті жайлы видеоға да кезек келді. Осыған дейін шыққан Германия, Норвегия, Корея, Өзбекстан және басқа да елдер жайлы видеоларды төмендегі сілтемеден көріңіздер. Түркия 97% Батыс Азия, 3% оңтүстік Европада орналасқан мемлекет. Жер көлемі 783.562 км квадрат. Әлемде 36 орында. Халық саны 83,6 миллион. Әлемде 19 орында. Мемлекеттік тілі түрік тілі. Түркияның 8 құрлықтық және 6 теңіздік шекаралары бар. Құрлықтық шекараларға Болгария, Грузия, Армения, Әзірбайжан, Иран, Ирак, Сирия және Грекия жатады. Ал теңіздік шекараларға Румыния, Ресей, Украина, Кипр, Солтүстік Кипр және Абхазия енеді. Түркия 81 ил, яғни облыстан тұрады. Ірі қалаларға Стамбул, Анкара, Измир, Бурса, Адана, Газиантеп, Анталия және Кония жатады. Ежелден кіші Азия түбегінде көптеген мемлекеттер өмір сүрді. Хет патшалықтары, Урарту, ежелгі Рим, Парсы патшалығы, Византия және тағы да басқалар. 9-10 ғасырларда орталық Азиядан әскери өнерге шебер түркі ордалары шықты. Олардың бірі Бұхараны иемденіп Саманиттер империясын, енді бірі Персияны басып алып Ғазневиттер патшалығын құрып жатты. Бүгінгі Қазақстан аумағынан шыққан түркі селжұқтар болса, 1071 жылы Мәлікшах сұлтанның кезінде Мансикерттегі шайқаста византиялықтарды тас-талқан етіп, кіші Азияның барлық дерлік аумағын жаулап алды. Шыңғысхан басқыншылығынан қашқан Сүлеймен Шах және оның ұлы Ертұғырыл 50.000 түркі оғыздарымен кіші Азияға кеп тұрақтады. Селжұқ сұлтаны оларға Византияға қарсы көмектескен үшін Ангора және Бурса маңындағы жерлерді берді. Дәл осы Ертұғырылдың ұлы Осман тарихта белгілі Осман империясының негізін қалап, бұл мемлекет 600 жылдай өмір сүрді. 1923 жылы заманауи Түркия Осман империясының құлдырауынан кейін пайда болды. Мемлекеттің негізгі халқы түріктер. Осман империясы кезінде олар өздерін османлылар деп атаған. Түріктерден басқа армян, Әзірбайжан, грек, ассириялықтар, күрд, қырым татарлар және тағы да басқа халықтар қоныстанған. Заманауи Түркияның 80-ге жуық миллион халқының 62-74% өзін түріктер санайды. ЦРУ-дің 2016 жылғы мәліметінше, түріктер Түркия халқының 75%-ын құрайды. Түркияда дін заңды түрде мемлекеттен жекеленген, яғни әрбір тұрғын дінді өзі таңдай алады. Халықтың көпшілігі сунниттік исламды, Ханафи мазхабы мен матуридизмді ұстанады. Шафи мазхабын ұстанушылар да бар. Олардың көбі күрдтер. Бүгінде жұмыс істеп тұрған мешіттің саны 78 000. Ислам діні Осман империясында да үлкен рөлге ие болды. Алайда Ататүріктің реформаларынан кейін исламның рөлі төмендей түсті. Түркия ең алғаш болып хиджабқа тыйым салған мұсылман мемлекеті. Бұл оқиға 1925 жылы орын алды. 1984 жылы Тұрғұт Озал бұл тыйымды алып тастауға тырысқанымен, зайырлы қоғамының қысымынан дегеніне жете алмады. Тек 2010 жылы Ердоғанның басшылығымен университетте хиджаб тыйымы алынып тасталды. Түрік асханасы жүздеген жылдар бойы қалыптасып дамыды. Оның негізін түркілер асханасы құрап, грек, балқан, араб, кавказ асханаларының ықпалына ұшырады. Ислам дәстүрімен де толысып отырды. Түрік асханасында көптеген ұн тағамдары, тәттілер, сусындар, кәуаптар, сорпалар, салаттар бар. Ұн тағамдарына екмек, семит, лахмаджун, gözleme, бөрек жатады. Кәуаптарға дөнер кебаб, искандер кебаб, шиш кебаб, Адана кебаб, көфте және палау да жатады. Сорпаларға шехриелі, тархана сорпалары жатады. Тәттілерге пахлава, пешмәние, ривани, лукум, хелва, сүтлач, айва, гүлләч, маджун жатады. Ал сусындарға айран, шәй, шалған, сәлеп, боза, шира, ракы жатады. Түріктер үшін ең бастысы бұл таңғас. Еуропалықтар таңға жеңіл тағамды тұтынса, ал түріктер таңғы асты өзінше бір салтанатты дүние етіп алған. Әдетте таңертең кофе ішпейді. Түркияның курорттарында болып жатсаңыз, міндетті түрде түріктің ұлттық тағамдарынан дәм татыңыз.
Туризм Түркияның экономикасының негізін құраушы салалардың бірі. Туризм саласында 1,5 миллионға жуық қызметкер тікелей немесе жанама жұмыс істейді. Мемлекет туристер баратын танымал елдер ішінде әлем бойынша 6-шы орында. Түркияның туризм бойынша алдыңғы қатарда болуына мүмкіндік деген жетеді. Мемлекет жағалауын 4 бірдей теңіз, Жерорта, Эгей, Мәрмәр, Қара теңіз шаяды. Елде 1300-ге жуық геотермалды бұлақтар бар. Онымен қоса көптеген көрнекі орындар, мысалға ежелгі грек және Рим қалаларының қирандылары, оның ішінде атақты Троя, Византия және Осман дәуірінен қалған ескерткіштер бар. Танымал туристік аймақтарға Стамбул, Каппадокия, Түрк ривьерасы, әйгілі курорттарға Анталия, Мәрмәрия, Алания, Кемер және Бодрум жатады. 2012 жылы Түркияға барған авиакомпания жолаушыларының саны 130 миллионды құрады. 2014 жылы Түркияда 41,4 миллион шетелдік туристер барып қайтты. Олардың көбі Германия, Болгария, Иран, Ресей, Грекия, Грузия, Әзірбайжан елдерінен еді. Сол жылы шетелдік туристер ел бюджетін 34,4 миллиард долларға дейін толықтырған. 2000-шы жылдардың ортасынан бастап түріктің сериалдары көпшіліктің назарына ие болып, Латын Америкалық көбікті опералардың түбіне жетті. Барлығы Асау жүрек телехикаясының Қазақстанға экспортынан басталды. Бірінші рет Қазақстанда көрсетілген Көкжалдар мекені де түрік сериалдарына деген қызығушылықты арттырды. Соңғы жылдардағы өте танымал түрік сериалдарына Ғаламат ғасыр, Ертоғырыл, Құлпынай жұпары, Бозторғай, Езел сияқты сериалдар жатады. Бүгінде түрік сериалдары тек қана сериал емес, онымен қоса түрік мәдениетін таратушы құралына айналды. Осымен бүгінгі видеода өз мәресіне жетті. Лайк басып, арнаға жазылыңыз. Келесі видеоның тақырыбын пікірге қалдырып кетіңіз.